Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін баялдан дәл осындай дәмді әрі тез жасалатын салат жасайтын боламыз. Ең алдымен бізге баял қажет болады. Оның сыртын жақсылап ашып, одан соң оны тікесінен турап, қатты қалың да емес, жұқа да емес қылып, одан кейін ұзынынан дәл осындай видеодағыдай етіп турап шығамыз. Туралған баялымызға тұз сеуіп 15 минутқа қойып қоямыз. Енді бізге осындай пісірілген жұмыртқа қажет болады. Оны ортасынан бөліп, дәл осылай ұзыннан турайтын боламыз. Келесі бізде қызанақ. Қызанақты ортасынан дәл осылай турап, дәл осылай видеодағыдай ұзыннан турап салатын боламыз. Бір дана сарымсақ қосуларыңызға болады. Дәл осылай видеодағыдай кішкене төртбұрышты етіп турап саламыз. Енді аскөкті турап саламыз. Сіздердің қалауларыңыз бойынша қоспасаңыздар да болады. Баялдымызды алып, дәл осылай суға жақсылап жуып аламыз. Баялдымызды қызып тұрған майға салып, жақсылап беті қызарғанша қуыратын боламыз. Баялымыз дайын болғаннан кейін 5 минутқа суытып аламыз. Одан соң барлығын араластырып, үстіне тұз салып, керекті мөлшерде майонез салып, жақсылап араластыратын боламыз. Біздің салатымыз дайын болды. Дәл осылай әдемілеп қоюларыңызға кеңес беремін. Салаттың дәмі өте сондай дәмді болып шықты. Барлығыңызға жасауға кеңес беремін. Менің каналымда дәмді әрі тез жасалатын неше түрлі рецепттер бар. Каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуларыңызды сұраймын.